Саламатсыздар ма балалар? Сәлеметсізбе? Бүгінгі біздің сабағымыз алғыс айту күніне орай бірге сәйкес келген екен. Сол себепті біз бір-бірімізге алғыс айтайық. Яғни мен бастайын. Мен ең бірінші Аллаға алғысым шексіз, одан кейін ата-анама, әрине одан кейін ұстазыма алғысым шексіз. Маржан, сен кімге алғыс айтасың? Қарақат, мен саған алғысым шексіз. Айдана, мен саған алғысым шексіз. Мен барлық сыныптастарға және ұстаздарыма және де күнге алғысым шексіз. Мұғалімдерге алғысым шексіз. Мен өз ата-аналарыма және сыныптастарым және барлық мұғалімдерге алғысым шексіз. Мен ең бірінші Аллаға және де екінші ата-анама, үшіншіден сыныптастарыма алғысым шексіз. Ата-анама және сыныптастарыма алғысым шексіз. Мен ата-анама, достарыма және сыныптастарыма алғысым шексіз. Мен ең бірінші Аллаға, кейін бізді үйретіп жатқан ата-анамыз бен ұстаздарға, сыныптастарымызға алғысым шексіз. Әлемдегі 7 миллиард адамның бәріне алғысым шексіз. Аллаға, ата-анама, сыныптастарыма, ұстаздарыма алғысым шексіз. Ең бірінші ата-анама, сосын достарыма және мұғалімдерге алғысым шексіз. Оқушыларына столдың үстіндегі парақты алып, сол бойынша топқа бөлінесіңдер. Кел балдар. Әнекей балалар, үй жұмысына кім жауап береді? Қысым дегеніміз не? Айзада. Белгілі бір бетке түсіретін күш әрекетінің нәтижесін сипаттайтын шама қысымды табу үшін күш пен ауданды бөлеміз. Өте жарайсың. Екінші сұрақ, дененің жүзу шарты дегеніміз не? Дененің жүзу шарты дегеніміз үлкен әріппен белгілеген Архимед, ал кіші әріппен ол ауырлық. Егер Архимед пен ауырлық тең болса, онда батпайды. Егер ауырлық Архимедтен үлкен болса, онда батады. Егер ауырлық Архимедтен кіші болса, онда батпайды. Жарайсың. Қалыпты атмосфералық қысым дегеніміз не? Кім жауап береді? Жасын айтады. Қалыпты атмосфералық қысым дегеніміз 0 градус температурасындағы 760 мм сынап бағасының қысымы болып табылады. Жарайсың. Мына тақтада жазып тұрған конвертті алып, сол конверттегі жасырынған суретті не туралы айтылғанын айтамыз. Кәне, кім айтады оқушылар? Кәне, Нұргелді айтады. Конверт алып бірінші. Екі конвертпен аламыз. Сода не жасырынған бірінші суреттен айта кетеді? Бірінші суретте адам орақпен жерді орып жатыр, ал келесі суретте машина жерді жыртып жатыр. Бұл жерде адамның энергиясы көбірек кетеді, ал машинаның энергиясы адамға қарағанда өте аз кетеді. Және де уақыты, адамның уақыты көбірек кетсе, машина адамнан қарағанда өте аз уақыт жұмсайды. Жарайсың. Бұл жерде адам жерді көміп, оны тына алды. Екінші фотода комбайн жерді жыртып алды. Бірінші суретте адам көбірек уақытты және энергияны көп кетіреді, ал комбайн одан азырақ әрекет көп жасап, уақытты және энергияны аз кетіреді. Жарайсың. Яғни балалар, сендер бұл суреттерде нені байқадыңдар? Механикалық жұмыс тақырыбын біз ашып шықтық. Бүгінгі тақырып механикалық жұмыс. Балалар, сонымен бүгінгі тақырыбымыз механикалық жұмыс. Жұмыс дегеніміз ағылшынның А әріпімен белгіленеді, ол яғни күш пен ауданның көбейтіндісі. Жұмыс А әріпімен белгіленеді. Күшті F әріпімен белгілейміз, S дегеніміз орын ауыстыру.
Балалар, тақырып соңындағы жаттығуды ашамыз. 5-те бірінші жаттығу. Сол жаттығуды орындайық. Кәнекей балалар тақтаға кім шығады? Гүлім шыға ғой бірінші сәтке. Екіншісіне Алтынай шыға ғой. Тереңдігі 5 метр, су түбінде жатқан көлемі 0,16 метр куб тасты су бетіне көтеру үшін қанша жұмыс атқарылады? Тастың тығыздығы 2500 килограмм метр куб. Қалып керек, сізге yazылымды жұмысты табыңыздар. Біз орындар ауыстыруды табу үшін уақыт пен жылдамдықты көбейтеміз. Осы екі формулаға сандарын қоятын болсақ, менде нәтижесі 1152 килоджоул шықты. Жарайсың. Балалар, мен берілген физикалық шамалардың атауына осы кестені толтырасыңдар. Яғни ол жерде белгіленуі, физикалық термині не деп аталады? Формуласы және де өлшем бірлігін кестеге анықтап жазасыңдар. Түсінікті ғой? Барлықтарына таратып шығам қазір. Мен берілген парақты толтырып болсақ, жұптарымызбен ауысайық. Тақтаға жабыстырылған жауаппен жұптарымды тексеріңдер. Әрбір топтан бір-бір оқушылар шығып, қағаз қиындыларын құраймыз. Кәнекей кім шығарына топтан? Аяжан келе ғой, Айдана келе ғой, Айгерім келе ғой. Уақыт жұмысқа кері пропорционал. Джоул жұмыстың өлшем бірлігі. Орын ауыстыру бағытталған кесінді сызық. Жарайсыңдар балалар, өте дұрыс жауап, барлықтарын дұрыс жауап береді. Балалар, енді қолдарындағы парақтарына бүгінгі сабақтың қорытындысын жазып, білім қоржынына салыңдар. Başları öz toplarını bağlandı. Жасын айта ғой. Кәден Алуа, Нұргелді, Бекзат, Бекислам, Алма және де Әйгерім сабаққа жақсы қатысты. Біздің топта барлығы белсенді болды. Алтынай есеп шығарды. Есепті ол тез әр жылдан шығарды. Біздің топта барлығы тез шығарды. Біз сабақты жақсы түсіндік. Менің тобымда Гүлім, Айдана, Қарақат, Маржан, Бегарыс және мен Айзада. Бұл топта Гүлім бізге есепке шықты. Есепті өте ұтымды шығарды деп ойлаймын. Айдана бізде сөздерді құрастыруға шықты. Қарақат пен Маржан бізде өте белсене қатысты. Бегарыс суреттер бойынша мазмұн айтуға қатысты. Мен үй жұмысына жауап бердім. Біздің топ осы сабақта 5 бағаға лайық деп ойлаймын. Балалар үйге механикалық жұмыс тақырыбын оқып, 5-те бірінші жаттығудың 3-ші есебін шығарып келеміз. Сабақ түсінікті ма? Сау болыңдар.